Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, қолжетімді және дастарханыңызға сән беретін ерекше кешкі астың рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоның соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Ең әуелі қамырын илеп дайындайтын боламыз. Ол үшін таза ыдысымызға су, тұз және жұмыртқа салып, жақсылап бір келкі болғанша, тұзы ерігенше араластырып аламыз. Сонан соң алдын ала електен өткізіп, дайындап қойған ұнымызды бірте-бірте қоса отырып, қамыр илеп аламыз. Қамыр қолға жабыспайтындай, еттің қамыры сияқты болуы керек. Толық құрамды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны пакетке салып демалдыруға қойып қоямыз. Ал енді біз тағамды дайындау үшін бізге картоп, сәбіз, пияз және ет қажет болады. Ол үшін алдын ала көкөністерді жуып, тазартып, тура видеодағыдай турап дайындап аламыз. Пиязды да майдалап турап дайындап қоямыз. Етті алдын ала турап дайындап қойдым. Менде жылқы еті. Өз қалауларыңыз бойынша сиыр етін, қой етін пайдаланып жасасаңыздар да болады. Қамырымызды қайтарып илеп дайындаймыз. Теңдей екі бөлікке бөліп, дөңгелетіп дайындап қоямыз. Қайтарып илеген кезде қамырымыз осындай бір тегіс жып-жылтыр болып шығады. Енді асымызды қуыруға кірісеміз. Ол үшін қазанымызға май құйып, қыздырып, турап дайындап қойған етімізді қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Сонан соң үстінен азғантай су құйып, ең төменгі отқа бұқтырып, 15 минутқа бұқтырып қоямыз. Еті толықтай пісуі керек. Ал енді біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына картоп, сәбіз және пияз қажет болады. Олардың барлығын үккіштен өткізіп, пиязды майдалап турап, татымына қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштер салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Бұл бізге қамырдың ортасына салу үшін қажет болады. Етіміз бұқтырылып дайын болды. Енді оның үстіне турап дайындап қойған пиязымызды саламыз. Пияз қуырылғаннан соң үстінен тұз, дәмдеуіштер және паприка салып жібердім. Паприка тағамымызға ерекше түс береді. Жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Екі тісше сарымсақты майдалап турап қосамыз. Сонан соң үстінен алдын ала турап дайындап қойған картоп пен сәбізімізді салып, араластырып аламыз. Себебі картоп пен сәбізге май сіңіп, дәмі шығып тұруы қажет. Сонан соң үстінен бір бокал суды құйып, ең төменгі отқа қойып, 20 минутқа бұқтырамыз. Ал енді қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып аламыз да, үстінен бір тегіс етіп майды жағып шығамыз. Сонан соң тура видеодағыдай ұзыншалап кесіп дайындаймыз.
барлығын осылай кесіп дайындап аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен түрлі керемет пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Осылай кесіп алғаннан соң дайындап қойған салмамызды салып, тура видеодағыдай орап дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай, ерекше тағамдардың бірі. Дастарханыңызға сән беретін, кез келген қонақ келгенде ұсынуға болатын тағам. Осылай барлығын жасап дайындап аламыз да, сонан соң манты қазанымыздың табасын майлап, барлығын орналастырып, қайнап тұрған буға 40-45 минут пісіретін боламыз. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Еті толықтай піскен, картоп пен сәбізі ешқандай езілмеген, дәмі керемет болып шығады. Енді оны дастарханға ұсынсаңыздар болады. Ас көктермен, көкөністермен безендіріп, дастарханға ұсынсаңыздар өте керемет болып шығады. Дәмі де ерекше, сіздерге ұнайтынына сөзсіз. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын!